Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге жүгерінің денсаулыққа пайдасы туралы мәліметтермен бөлісетін боламын. Күзде пісетін дәмді дақылдардың бірі ол жүгері. Жүгерінің дәмді дақыл екендігін ең алғаш рет Еуропаға Христофор Колумб әкеліп таныстырды. Сөйтіп ол бір данасын испан короліне сыйға тартқан. Міне, осыдан кейін барып, жүгері көпшіліктің сүйікті дақылына айналды. Жүгерінің құрамында көмірсу, ақуыз, май, калий, фосфор, магний, кальций, минералды тұздар, түрлі дәрумендер, соның ішінде ең көп кездесетіні В және Е дәрумендері бар. Жүгері холестерин деңгейін асқазан жолдарының қызметін реттейді. Құрамындағы К дәрумені жүрек қан тамырлары жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне септігін тигізсе, Е дәрумені теріге, шаштың өсуіне оң әсер етіп, сонымен қатар қартаюдан сақтайды. В дәрумені ұйқысыздық, мазасыздықпен күрессе, С дәрумені иммунитеттің көтерілуіне, ал Д дәрумені тіс ауруларына, сүйектің қатаюына пайдасы зор. Сондай-ақ жүгерінің құрамында көміртегі көп кездеседі. Ал көміртегінің қан құрамындағы қантты реттейтіні ежелден ақ белгілі. Егер жүгеріден бетіңізге маска жасасаңыз, ажарыңызды келтіріп, теріңізді ағартады. Сондай-ақ орталық жүйке жүйесі ауыратын адамдар мен полиомиелит және эпилепсия мазалайтындарға жүгері жақсы көмектеседі. Жүгерінің бұлшықетке де тигізетін пайдасы өте зор. Сондықтан бұлшықет дистрофиясы кезінде көбірек пайдалану керек. Жүгері шашағының да пайдасы өте көп. Атап айтатын болсақ, қанында қант құрамы жоғары, қан қысымы жоғары және бүйрегі ауырып, кіші дәретке дұрыс шыға алмайтындар, сондай-ақ бүйрегі қабынғандар мен қол-аяғы ісінетіндер жүгері шашағын демдеп ішулеріне болады. Ол үшін күзде әбден піскен жүгерінің шашағын теріп аласыз. Жаңа өскен шашағын алуға болмайды. Алған күннің өзінде оның ешқандай емдік шарасы жоқ. Сонымен, жүгері шашағын алғаннан кейін оны тазалап жуып, тостағанға салып, үстінен қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып, бірнеше минут бұқтырып қоясыз. Сосын шай сияқты іше бересіз. Егер өнім бұдан да жақсы болсын десеңіз, суға қайнатасыз. Сөйтіп таңертең және кешкі уақыттарда ішесіз. Дәрі сұйықтығы суып қалса, оны ысытып ішу керек. Оны суықта ішуге болмайды. Жүгеріден ботқа жасап жесеңіз де өте пайдалы. Қарттар, балалар, төсек тартып жатқан науқастар әдетте жүгері ботқасын көбірек ішіп тұрса, денсаулықтарына өте пайдалы. Біріншіден, асқазанда астың қорытылуы жеңіл болса, екіншіден, өзін сергек сезінуіне әлде қайда септігін тигізеді. Жүгері собығының өзі де денсаулыққа өте пайдалы. Жүгері собығы ағзаны токсиндерден, радикулиттерден, жасушаларда жиналып қалған шлактардан тазалайды. Жүгері собығы жүрек ауруларынан, қатерлі ісіктен және қартаюдан да сақтайды. Өсіп келе жатқан балаларға жүгеріні көп жегізу керек. Себебі ол салмақ қосуға және дәрумендер мен микроэлементтермен қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Осы видеом арқылы жүгерінің денсаулыққа пайдасы туралы біраз мәліметтер білдіңіздер деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.